Астана күніне Мамлют ауданының орталығында газ-бетондық блок шығаратын цех ашылды. Зауыт қазіргі заманғы жоғарғы технологиялық құрылғылармен жабдықталған. Заманауи құрылғының көмегімен нарықта сұранысқа ие өнімді жоғары сапада шығаруға мүмкіндік бар. Зауыттың ашылуына аудан әкімі Ерболат Бекшенов қатысты. Елбасы жыл сайынғы Қазақстан халқына жолдауында әдеттегідей жетістіктерімізді саралап, келешегімізді бағдарлауға ең бастысы баршамызға ортақ болу мақсатқа жетудің дұрыс жолын бірлесе айқындауға бағыттап келеді. Соның арқасында мемлекетіміздің күш-қуаты артып, экономикасы үлкен қарқынмен дамуда. Осы бағытта бизнестің атқарар рөлі өте маңызды. Халыққа көрсететін қызметтің және ұсынылатын тауарлардың сапасын жоғары деңгейге көтеруге басты мақсат. Аталмыш кәсіпорынды ашуға бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша 3 миллион теңгеге несие ресімделіпті. Аталмыш зауыттың ашылуымен жаңадан 5 жұмыс орны ашылды. Дегенмен кәсіпкерлердің сөзінше, алдағы уақытта жұмыс ауқымының кеңеюімен жұмыс орындарының санында ұлғайту көзделіпті. Разрешите поздравить вас с замечательным праздником, Днем столицы. Баршаңызды елорда күнімен шын жүректен құттықтаймын. Осы орайда мемлекеттік көмектің біз үшін орасан зор болғанын айтқым келеді. Себебі мемлекет тарапынан қол ұшын созушыларсыз зауытты іске қосу мүмкін болмас еді. Газ-бетон қазіргі сұранысқа ие қабырғалық құрылыс материалы. Ерекшелігі сол, газ-бетондық қабырғаларда тез әрі жеңіл құрастырып шығуға болады. Онымен қоса сапасы жөнінде басқаларынан кем емес. Газобетонные блоки – материал с уникальными свойствами, которые... Газ-бетондық блоктар құрылыста ең қажетті екі заттың сапасын бір жерге тоғыстырады, яғни кірпіш пен ағаштың сапасы мұнда бар. Тағы бір ерекшелігі от пен суға өте төзімді болады. Цехтың іске қосылуын аудан әкімі Ерболат Бекшенов жүргізді. Салтанатты іс-шара соңында тұрғындардың кез келгені цех жұмысымен егжей-тегжейлі танысып, газ-бетон цехының жұмыс кезеңдерін байқауға мүмкіндік алды.